Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге даладағы қазанда пісірілетін палауды тамашалайтын боламыз. Мен көптен бері каналға шықпайтынмын, өз-өзімді көрсетпейтінмін. Бүгін арнайы сіздер үшін палаудың қалай жасалатынын көрсететін боламын. Етіміз қызарып қорылып жатыр. Мына будан кішкене көрінбей тұр. Айтпасам, өзі қызарып қорылып жатыр. Далада тамақ істегеннің ең бір жақсы жері таза ауа, үлкен қазан. Енді үстіне пиязды саламыз. Кішкене араластырып қоямыз пиязды. Палаудың пияздары осындай қып-қызыл болып қуырылғанша кішкене күтетін боламыз. Кейбіреулер айтуы мүмкін енді, пиязды неге еттен бұрын салмайды деп. Онда тұрған ешқандай ерекшелік жоқ. Еттен кейін де салсақ болады пиязды, еттен бұрын салсақ та болады. Міне етіміз қып-қызыл болып қуырылып жатыр. Ішіне кішкене қуырылғанша күтеміз. Қырық май қосуға болады. Сұйық май қоспай қырық майдың өзіне пісіруге де болады. Міне біздің қуырылып жатқан етіміз қандай керемет сиыр етінен жасалынып жатқан палау, бүгінгі палау. Бұл палауды жеген де арманда, жемеген де арманда. Бүгін күннің суықтығына қарамай далада палау жейтін боламыз. Құрметті менің көрермендерім, видеоны аяғына дейін көреміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Тұрған тамағымды салып, сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Қоңырауды басып, лайк басып отырыңыздар. Сәбізімізді сала бастаймыз. Сәбізді араластырып жібермейміз. Тек үстіп салып, оның бетін тегістік қойып қоямыз. Міне керемет, қандай керемет дәмді палау болып келе жатыр. Еникамен қосып тұр. Тұз қосамыз. Енді шамал су құямыз. Тұз салып, шамалы су құйып, сәбізімізді жайып қойып қойдық. Түрі не деген керемет. Даладағы ошақта пісіп жатырған, отқа пісіп жатырған тамақ. Қазір біз торшымызды дайындайтын боламыз.
Мұнда 3 кило күріш. Лазер күріш алғанда да күріштарды таңдап алғандарыңыз дұрыс. Міне қазір бұны жуып дайындап аламыз. Nohut. Күрішіміз дайын. Жуып дайындап қойдық. Қызыл бұрыш, зира, мейіз. Бұны да қосуға дайындап қойдық. Ал, ары қарай кеттік. Қосып ме? Bismillah. Şimdi zirаны aralastırıp енді бетін табағымызбен жауып қоямыз. Енді қазір тамақ уже дайын болып қалады. Палауымыз даяр болып қалды. Кішкене араластырып, ары-бері. Аяз болғаннан кейін бұдан онша көрінбей жатыр. Палауымыз дайын. Біздерге ас болсын. Енді менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.